Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздерден оңай дайын болатын, өте дәмді әрі мол болып шығатын балаларға арналған печенье дайындау жолын көрсетемін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен аптасына 3 рет тегін рецептімен бөлісіп отырамын. Қоңырауша батырмасын басуды да ұмытпаңыздар. Әрбір салған рецептім сіздерге бірінші болып барып тұратын болады. Үлкендеу ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, үстіне қасықтың ұшымен тозымызды салып, және 4 ас қасық шекер саламыз. Тәттілеу болғанын қаласаңыздар, 5 ас қасық салыңыздар. Енді венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Бізге ванильный сахар қажет болады, 10 грамм. Оны да үстіне саламыз, өлшеп. Венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте бізге бөлме температурасында тұрған сары май қажет болады. Алдын ала тоңазытқыштан шығарып қоямыз. Үстіне салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде майымыз барлығы еруі керек, соған дейін араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырдық. Үстіне бізге айран қажет болады. Осындай кесеменен толтырып айран құямыз үстіне. Он грамм разрыхлитель қосамыз. Бізге 500 грамм ұн қажет болады. Ұнымызды електен өткізіп, массамыздың үстіне саламыз. Ұнды салғаннан кейін қолымызбен қамыр жинайтын боламыз. Бұл печенье дәмді болып шығады, жұмсақ болып шығады, әрі көптеу болып шығады. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 15 минут, 10 минут көлемінде салып қоятын боламыз. Кішкене жұмсаратын болады. Бізде қолға жабыспайтын осындай қамыр шықты. Уақыт өткеннен кейін тоңазытқыштан алып, қамырымызды екіге бөлеміз. Екі жайым жасап, печеньемізді дайындап бастаймыз. Қамырымызды орташа көлемде жаямыз, өте қатты жұқа қылып қажет емес. Сіздерде осындай кескіш болса, арнайы ерек-ерек осылаймен кессеңіз болады. Осындай менен болмаса пышақпен кесе берсеңіздер болады. Барлығын осылай кесіп дайындап аламыз. Бізге какао керек, және де корица болса, корица да бола береді. Екеуін біреуін қолдансаңыздар болады, және осындай миксердің насадкасы қажет болады бізге. Какаоға немесе корицаға батырып, осылай енді печеньеміздің бетіне өрнек салатын боламыз. Печеньенің бетіне осылай басып тұрып, жан-жақтарымен осылай өрнек салып шығамыз. Біздің салған өрнектеріміз піскен кезде де кетпейді. Дәл осындай өз көлемін сақтайтын болады. Барлық дайын болған печеньелерімізді енді пергамент қағаздың үстіне салып шығатын боламыз. Піскен кезде, печеньені жеген кезде какаоның, корицаның дәмі шығып тұратын болады. Қызып тұрған пеште алдын ала 170 градуста 20-25 минут сарғайғанша пісіріп аламыз. Печеньелеріміз дайын болды, жұмсақ болып шығады, әрі көптеу болып шығатын болады. Балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Аптасына 3 рет, 4 рет рецепт салып отырамын.
жазылу батырмасын басып, жанындағы қоңырау батырмасын басып қойсаңыздар, әрбір салған рецептім сіздерге бірінші болып барып тұратын болады.